Дауласу кез келген тіпті дамыған елдерге де тән құбылыс. Қоғамдағы болмашы даудың өзін тек сот шешу тиіс деген пікір қалыптасқан. Бірақ бұл міндетті талап емес. Дауласқан тараптарды татуластыру әлемдік сот төрелігінің ең басты үрдісі. Дамыған елдерде дауладың 90%-ға жуығы соттан тыс шешіледі. Медиациялық келісім соттың шешімі сияқты дауды түбегейлі шешуге ықпал етеді. Медиация дауды шешудің баламалы тәсілдерінің бірі. Осы жолды таңдаған адам тәуелсіз әрі бейтарап медиаторға жүгінеді. Ол келіссөздер жүргізу және жағдайды талдап таразылау арқылы даудамайды шешудің бір немесе бірнеше оңтайлы жолын ұсынады. Медиацияның соттан басты айырмашылығы да осында. Ал сотқа жүгіну шығынға ұшыратады. Мемлекеттік баж төлейсіз, заңгер жалдайсыз, жол ақысы тағы бар. Оған қоса жүйкеңіз жұқарады. Іске нүкте қойылғанның өзінде әдетте тараптардың біреуі жеңіліп, соттың шешіміне наразы болып жатады. Ал татуласу қарым-қатынасыңызды, іскерлік байланысыңызды, денсаулығыңызды, уақытыңызды және қаражатыңызды сақтап қалады. Даудың қай түрлері бойынша медиаторға жүгінуге болады. Отбасы, еңбек, банк, корпоративтік, сақтандыру, сондай-ақ авторлық құқық пен зияткерлік меншік бағытындағы даудамайды татуласу арқылы шешуге болады. Есте сақтаңыз, татуласу, келісу, бір мәмілеге келу, дауды шешудің ең дұрыс жолы. Бұл мемлекет өркендеуінің алғы шарты. Осы құндылықты сақтайық, қадірлей білейік.